Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ауызашардың 11-ші мәзірін ұсынамын. Біздің тәттімізге осындай мини бауырсақтар сгущенкамен араласқан, өте тәтті. Одан кейін жеңіл салатымыз тауық етінен, капуста және қиярдан, жұмыртқадан жасалған тойымды салат. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Және біздің ыстық тағамымыз бүгін өзбек халқының ұлттық тағамдарының бірі хамир хасиб тағамы, яғни қамыр әсіп. Бұл тағам ерекше дәмді, сондықтан тағамнан бастайық. Алдымен күрішімізді жақсылап жуып, ыстық суды құйып, бетін толық жауып қоямыз. 20 минуттай. Енді қамырына кірсек, салқын суымызға бір жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Арасына кішігірім май құйдым. Міндетті емес, өз еріктеріңіз. Мінекей жұмсақ қамыр илеп жатырмын. Қамырымыздың бетін жауып, осылай пакетке салып, 20 минуттай тындырып қоямыз. Енді салмасына кірсек, тартылған ет, менде сиыр еті, одан кейін үстіне сәбіз, картопты кубикта турап салдым, және де майдалап турап пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып аламыз. Үстіне күрішімізді, жаңа ыстық суда бұқтырылған күрішімізді суын төгіп, күрішімізді ғана салатын боламыз. Арасына кішкене ғана сұйық май құйып жібердім, бір қасықтай. Ол міндетті емес, егерде фаршыңыз майлы болатын болса, құймай-ақ қойыңыз. Енді жақсылап араластырып, еленген қамырымызды жұқалап жайып, осылай төрт-бұрыштап кесіп шықтық. Енді арасына салмасын салып, бүктемей орай беретін боламыз. Алдымен екі шетін осылай кіргізіп, шетінен бүктейміз. Бұл тағамның жасалуы да, дәмі де ерекше болып шығады екен. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, өздеріңізде жасап көріңіздер. Мінекей манты пісіретін ыдысымызды алып, астын майладым. Үстіне қамырымызды салып, бетін де майлап шықтым. 40 минуттай енді буда пісіретін боламыз. Тамағымыз пісем дегенше тәттімізді жасап тастайық. Ол үшін жұмыртқамызды жарып салып, үстіне құмшекерімізді саламыз. Және де бір қасық сода салып, барып керегінше ұнымызды салып, жақсылап қамырды илейтін боламыз. Қазір мини кішкентай бауырсақтар пісіреміз. Негізі ол қамырдан чак-чак пісірсеңіздер де болады. Мінекей қамырымыз дайын, кішкене бірақ илеу тынып, 10-15 минутқа қоятын боламыз. Енді оңай жасалатын салатымызға кірсек, капуста керек бізге. Орташа көлемде ұзынша етіп турап шығамыз. Одан кейін укропымызды тураймыз, қиярымызды тураймыз ұзынша етіп. Үстіне туралған тауық етін саламыз. Содан соң қайнатылған жұмыртқамызды да ірі-ірі етіп турадым мен. Өйткені тауық пен капустадан көрмей қалуы мүмкін. Салатымызға кішігірім тұзымызды сеуіп, бір жарым қасықтай майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, өте оңай жасалады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Мини бауырсақтарымыздың қамырын осылай әдемілеп дөңгелетіп жайып шығамыз, жұқалау етіп. Одан кейін осылай жіңішке етіп 1 см ені жіңішке етіп турап аламыз. Сосын олардың әр қайсысынан кішкене кубик ретінде турап шығамыз. Бауырсағымызды міне қызып тұрған майда жақсылап екі жағын аунатып отырып қызартып пісіріп алатын боламыз. Әбден майын сорғытып алғаннан кейін барып суытып, сосын сгущенкамызды қосып араластырамыз. Мінекей осымен мини бауырсақтарымыз тәп-тәтті болып шықты. Жасап көріңіздер. Одан кейін ыстық тағамымызда пісіп қалды. Міне дайын болды, өте ерекше көрінеді. Әрі дәмі де ерекше. Жасап көріңіздер міндетті түрде, оңай жасалады.
Мінекей біреуін алып, кесіп, ортасын көрсетіп жатырмын. Ішінде күріші мен фаршы қалай орналасқан, қаншалықты бар, міне көре қоясыздар. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Менің YouTube каналымда 30 түрлі ыстық тағамның, 30 түрлі салат, 30 түрлі тәттінің рецепттері салынып жатыр. Ауызашарға арналған. Міндетті түрде кіріп қараңыздар, подписаться етіп қойыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Маған ол өте керемет қуаныш сыйлайды. Көп рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.